Қараңызшы, көктем келді де, ағаштар гүлдеді. Құстар ұшып келді де, айналаны әсем әнге бөледі. Қар еріп, бұлақтардан сылдырап су ақты. Қызғалдақтар гүлдеп, жердің беті құлпырды. Ай, Данажан, келді де, еріп, гүлдеп. Неге күлдіңіз? Сенің сөйлемдерінің барлығы құрмаласып кеткеніне күлдім. Қалай? Сонда олар құрмаласқан сөйлемдер бола ма? Нақтырақ айтқанда, бұл құрмалас сөйлемдерге жатады. Сен жай сөйлемдермен сөйлемей, тек құрмалас сөйлемдер құрап сөйледің. Жоқ, мен жай ғана сөйледім. Дана, бір ғана тиянақты ойды білдіретін дара сөйлем, жай сөйлем деп аталады. Мысалы, көктем келді. Тиянақты бір ойды білдіріп тұрған жай сөйлем. Ағаштар гүлдеді, бұл да тиянақты бір ойды білдіріп тұрған жай сөйлем ғой. Дұрыс. Ал егер көктем келді де, ағаштар гүлдеді деп екі ойды бір сөйлемге біріктіріп айтсаң, онда ол құрмалас сөйлем болғаны. Сонда құрмалас сөйлем екі жай сөйлемнен құрала ма? Дұрыс. Құрмалас сөйлем екі немесе одан да көп жай сөйлемнен құралады. Түсіндің бе? Иә. Онда тексерейік. Мысалы, екі жай сөйлемнен тұратын бір құрмалас сөйлем жасаш. Бүгін сынып оқушылары жиналып, мектеп ауласында асық ойнады. Дұрыс па? Иә, Дана, сен жақсы сөйлем құрадың. Мен қазір жай сөйлемдер айтам, ал сен оны құрмалас сөйлемдерге айналдыр. Мысалы, көктем келді. Күз түсті. Ағаштар бүршік атты. Құстар жылы жаққа ұшып кетті. Көктем келіп, ағаштар бүршік атты. Күз түсті де, құстар жылы жаққа ұшып кетті. Құрмалас сөйлемнің құрамындағы жай сөйлемдердің арасына өтір қойылады. Түсінікті ме, Дана? Оқушы түсініп алды да, құстардың сайрағанын тыңдап кете барды. Қайталайық. Құрмалас сөйлем. Тиянақты бір ғана ойды білдіретін дара сөйлем, жай сөйлем деп аталады. Мысалы, көктем келді. Ағаштар гүлдеді. Екі немесе одан да көп жай сөйлемнен құралған сөйлем құрмалас сөйлем деп аталады. Мысалы, көктем келді де, ағаштар гүлдеді. Қар еріп, бұлақтардан сылдырап су ақты. Құрмалас сөйлемнің құрамындағы жай сөйлемдердің арасына өтір қойылады. Мысалы, қызғалдақтар гүлдеп, жердің беті құлпырды. Құстар ұшып келді де, айналаны әсем әнге бөледі.